Қайырлы күн достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біздерде 15-ші сабақ Қ әрпі. Қ әрпінің элементтерімен танысып, осылай әдемі жазуды үйренетін боламыз. Егер де сен де осылай әдемі жазып үйренетін келсе, онда менің YouTube каналымды жоғалтып алмас үшін подписаться батырмасын басып қой. Олай болса бастайық. Ең бірінші Қ әрпінің элементтерімен таныстырып өтейін. Оны көк ручкамен арнайы белгілеп кетемін. Сосын әрі қарай дәл менің қайталаған жазуым бойынша қайталап, дәптер ручкаларында алып, лезде қайталап отырыңдар. Сол кезде барлықта түсінікті әрі анық болады. Практика жүзінде жазу ол ең маңыздысы болып табылады. Сондықтан дәл қазір ручка дәптерлеріңді алып жазып бастап кетіңдер. Олай болса бастайық. Мен бірнеше мысалдар келтірдім, сөйлемдермен мысалдар келтірдім. Қ әрпіне байланысты Қ әрпі сөздің басында қалай жазылса қалай болады, сөздің ортасында, сөздің соңында, немесе үлкен Қ әрпі деген сияқты бүкілін сұрақ туындамас үшін анық әдемі көрсетуге тырыстым. Олай болса сәттілік, қайтала, мен көрсеткен әдіс бойынша және де сен де әдемі жазып үйрен. Қазір С әрпіне байланысты бір сендерге лайыққа қайтамын. Яғни С әрпін екі әдіспен жазуға болады. Қазір мысал ретінде көрсетемін. Қасқыр деген сөзде С әрпі Қ әрпіне лезде жалғанып кеткенде, оны созып жалғауға да болады. Екі әдісі бар. Біріншісі және екіншісі. Мұқият қараймыз, екеуінің айырмашылығы жер мен көктей. Екі әдісі де дұрыс, өздерің қалауларың қай әдіспен жазсаңдар да. Және де Ж әрпінде екі түрлі әдіспен жазуға болады. Мен оны қазір көрсетемін. Мұқият қарап отырсаңдар, байқайсыңдар, мен мына жерде Ж созып жазғам, ал мына жерде лезде қосып жібергем. Тек қана айырмашылығы екі әріптің қосылуындағы элементте ғана. Сонысына мән беріңдер. Неге осылай? Барлығы түсінікті деп ойлаймын. Сабақ түсінікті болып, өте пайдалы болып жатса, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпа, және де менің арнама тіркеліп алуды ұмытпа. Олай болса, келесі сабақта кездескенше сау саламатта болыңдар.